Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып 71-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. 27-ші жаттығу, суреттерге қара. Бірінші суретте бір ғана палуан тұр, екінші суретте палуандар болып өзгеріп тұр. Үшінші суретте шаңғы болды, одан кейін оған қосымша жалғанған кезде шаңғышы болып өзгеріп кетті. Яғни мына жерде түбір сөз палуан, оған қосымша жалғанған кезде оның мағынасы ондай қатты өзгерген жоқ, тек қана түрленді. Олай болса, бұл жерде тек қана біз қосымша жалғау жалғанды деп айта аламыз. Ал егер де түбірі шаңғы болып, ол шаңғышы болып өзгеріп кетсе, тіпті мағынасы, онда біз оған қосымша жұрнақ жалғаймыз. Бүгінгі сабағымыз осы туралы болмақ. Олай болса, ережеге назар аудар. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі түбір немесе түбір сөз болады. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбіріне жалғанған бөлігі қосымша дейді. Дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісі мынадай доғал болады. Оған жалғанатын жалған қосымша екі түрлі болады екен. Біз оны тереңдетіп алдағы сабақтарда айтамыз. Бүгін жалпы қосымшаларды қарастыратын боламыз. 28-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа, мәтінді тыңда дейді. Шаңғы жарысында. Біздің ойымызша бұл мәтін шаңғы жарысының қалай өткені туралы болуы мүмкін деп болжай аламыз. Олай болса, мәтінді бірге тыңдайық. Шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті, бірақ орта жолда Еркежан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді, бірақ Ержан сонда да қалсатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдындағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәукеде тау жотасына іліккен еді, бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдында рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтін не туралы айтылған? Мәтін балалар шаңғы жарысында Тәуке мен Ержанның бірінің жеңімпаз болғаны, Тәукенің өзінің қалай сезінгендігі туралы айтылған. Жалпы біздің болжамымыз дұрыс, бұл шаңғы жарысы туралы екен. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр дейді. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың дейді. Әрі қарай Тәуке әлсіреп қалса да бар күш-жігерін жинап алға ұмтылды, сөйтіп мәреге бірінші болып жетті. Ол бүгінгі жарыста чемпион атанды деп жалпы өз ойыңнан жалғастырсаң болады. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат, сол сөздерді көшіріп жаз дейді. Бізде жарысқа, Тәукені, Тәукенің деген 5 сөз берілген. Яғни жарыс дегенде түбірі жарыс, жарысқа дегенде түбірі жарыс, қосымша. Тәуке дегенде түбірі Тәуке, Тәукені дегенде Тәукені, қосымша, Тәуке түбірінің қосымшасы болады. Яғни осылай сызып, дәптеріңе көшіріп жазып. 29-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Золдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Маңдайдан дегеніміз түбірі маңдайдан қосымша, шаңғым дегендегі түбірі шаңғы м қосымша, қыраттан дегенде қыраттан қосымша болады. 30-ші жаттығу тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап, жабылмай қалған бөлігін оқып көр, қалай ойлайсың бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма дейді. Яғни бізде түбірін жауып қоятын болсақ, мінекей, орманның түбірі ш деген сөздің жалғыз өзі қосымшаның мағынасы болмайды екен. Яғни ш қосымшасының жеке тұрғанда мағынасы жоқ деп жауап береміз. Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзімізді жеткіздік. Қосымшаның жеке тұрғанда ешқандай мағына бермейтінін біз осы тәжірибе арқылы біле аламыз. 31-ші жаттығу хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін.
Сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған? Хабарландыру оқушыларға арналған деп жауап береміз. Екінші сұрақ. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда Қуыршақ театрының қойылымы болатыны жазылған. Үшінші сұрақ. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Қойылымның уақыты нақты көрсетілген, яғни қойылым 14 ақпан 15:00-де акт залында болады деп жазылып тұр. Хабарландыруды кім жазған? Хабарландыруды мектеп әкімшілігі жазған деп жауап жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.